Зомби вирусы тарағанына 28 жыл өтті. Исла қаңырап қалған пойыздың вагонынан жүкті жұқтырған әйелді тауып алды. Мүмкін, аналық түйсік жетелеген шығар, ол күтпеген шешім қабылдады. Ол жұқтырған әйелдің баласын босандыратын болды. Исла қолдарын жайлап көтеріп, саусақтары дірілдей отырып әйелді тыныштандыруға тырысты. Қатты ауырғандықтан әйел Исладың қолын тас қылып қысып алды. Сол сәтте вагонның өлі тыныштығын жарып, сәби дауысы шықты. Исла құлап бара жатқан нәрестені қолына үлгері біліп алды. Жақын маңда тұрған сарбаз Эриктің көздері тарыла түсті. Қаруын қаттырақ қысып ұстап тұрды. Ол жұқтырған әйелден туған бала да анасындай құбыжық па, жоқ па білмеді. Исла өз ұлы Спайкты көмекке шақырды. Бірақ қорқыныштан қатып қалған Спайк қимылдай алмай қалды. Қорқыныш оны шырмауықтай шырмап тастаған еді. Анасының дауысы қарлығып бара жатқанда ғана, ол дірілдеп жүріп пышағын суырып алып, кіндік бауды кесті. Исла су алып келіп, нәрестенің үстіндегі қанды ақырын сүртті. Эрик осы түсініксіз көрініске қарап тұрып, көзіне толған күдік пен үрейді жасыра алмады. Тірі қалу түйсігі оған жұқтырған әйел мен нәрестенің екеуі де қауіп екенін айғайлап тұрды. Дәл сол сәтте еденде жатқан әйел дірілдеп, басын көтеріп, тура Ислаға тап берді. Шиеленіскен сәтте Эриктің оғы үзді. Оқ дәл әйелдің басынан өтіп, оны өлтірді. Вирусқа былғанған қан вагон қабырғаларына шашырады. Жұқтырғанды өлтірген соң Эрик Ислаға айғайлап, баланы тастауды бұйырды. Қорқыныш оның ақылын әлдеқашан жұтып қойған еді. Ол баланы өлтіру керек деп жанұшыра бақырды. Бірақ Исла нәрестені кеудесіне басып қорғады, ал Спайк орнынан тұрып, бала жұқпаған деп қайта-қайта айтты. Алайда апокалипсис жағдайында адамдарда сабырлы ойлау қабілеті баяғыда жойылған еді. Эрик қаруын кезей ұстап артқа шегінгенде, біреу оны сыртқа сүйреп шықты. Келесі сәтте жойқын атыспен сүйек сынған дыбыстар, жан дауыстары естілді. Тек шатырдан секіріп түскен шабуылдаушыларды көргенде ғана Спайк олардың мутант жұқтырған альфа екенін түсінді. 28 жыл бұрын Шотландия тауларында Джеймидің отбасы теледидардан телепузиктерді көріп отырған. Кенеттен анасы ішке кіріп, бәріне тыныш отырыңдар, дыбыс шығармаңдар деп бұйырды. Сырттан шыққан зарлы айқай мен тарсылдаған дыбыстарды естіген Джейми есікке жақындап қарады. Қанға боялған бір еркек ішке кіріп, жерге құлап, оның досына шабуыл жасай бастады. Джейми көз алдында достары бірінен соң бірі құлап жатқанда, шарасыз күйде тұрып қалды да, анасын іздеп жүгірді. Бірақ анасы есікті мықтап жауып, тек бір ақ сөз айтты. «Қаш!» деп, әйнектен анасының шабуылға ұшырағанын көрді. Қорыққан Джейми баспалдақпен жоғары қашты. Сонда ол қан құсып жатқан туысын көрді. Артынша анасы терезеден құлап түсті. Ақыл есі қалған соңғы сәтінде анасы оған қаш деп айғайлады. Джейми жақын маңдағы шіркеуге қарай жүгірді. Ішке кіргенде оны әкесі құшақтап алды. Әкесі бұл сәтті күткендей, олар өлген жоқ, олар құтқарылды деп сыбырлады. Терезеден жұқтырғандар кіргелі жатқанда, әкесі мойнындағы кресті суырып, Джеймиге берді. Бұл ұлы сәтті қарсы алатын кезің келді деді. Джейми жасырын өткелге кіріп үлгерді, ал жұқтырғандар әкесіне тап беріп, оны да өздеріне айналдырды. Жұқтырғандар кеткен соң, Джейми қара түнге сіңіп қашып кетті. Жылдар өтті, аман қалғандар бір аралда паналау орнын салды. Онда адамдар бейбіт, өзін-өзі қамтамасыз етіп өмір сүрді. Джейми ұлын оятып, бүгін оның сынақ күні екенін айтты. Ол қауым қақпасынан шығып, садақпен өзінің алғашқы жұқтырғанын аулауы керек еді. Жинап жатқанда Спайк рюкзактан ойыншығын қайта алып қойды. Өз қолымен алғашқы рет жұқтырғанды өлтірген соң, ол бала емес, нағыз еркекке айналатынын түсінді. Ол анасының бөлмесіне кірді. Исла төсекте бүгіліп, аурудан қалтырап жатты. Ұлын көргенде ол кенеттен айғайлап, Джеймиге ұлын құрбандыққа шалып өлтіреді деп айыптады. Бірақ бір сәтте көзіне қайтадан абыржу мен түсінбеушілік қонды. «Не болды?» деп сұрады. Спайк анасын жұбатып, иықтатты да, қасына тамақ қалдырып, бетінен сүйіп, бөлмеден шықты. Қауым тұрғындары оларды шығарып салуға жиналды. Олардың көзінде құрлыққа аттанғандар нағыз қаһармандар еді. Спайк айналасын қуанышқа толы айқайға бөленіп, бұрын соңды болмаған мақтаныш сезінді. Әкесімен бірге олар жағалаудағы үлкен қақпаға келді. Бақылаушы Дженни оларды шығаратынын, бірақ қайтып келмесе, ешкім іздеуге бармайтынын айтты. Құрлыққа өткен соң өздері ғана тірі қалуға тиіс еді. Ауыр ағаш қақпа сықырлап ашылып, алысқа созылған соқпақ көрінді. Ылғалды құм мен ұсақ бақалшақ басқан тар жол, алыстан көмескі көрінген құрлыққа қарай созылып жатты. Джейми ұлына бұл құрлыққа өтетін жалғыз жол екенін, тек су тартылғанда көрінетінін түсіндірді. Сондықтан су қайта көтерілмей тұрып оралу керек. Спайк неге жүзіп қайтпаймыз? деп сұрағанда, әкесі байыппен. Суда қауіпті ағыстар бар,
олар байқамай қалғандарды теңіздің түбіне тартып кетеді деп жауап берді. Олар бос жазықпен жүріп келе жатты. Жел қураған шөпті тобықтарына айдап, сыбдырлатып тұрды. Бұл Спайктың құрлықтың шынайы түрін алғаш көруі еді. Қатаң да белгісіз бұл әлем оны өзіне тартып, есінен тандырды. Олар апокалипсистің қираған көрінісін аралап келе жатқанда, құлаған үйінділерден бір тосын дыбыс шықты. Джейми дереу сергек болып, көзін орманға қадады. Сол жерде бір жұқтырған оларға тесіле қарап тұрды. Көзіне түсініксіз, жабайы от тұнып қалған. Джейми баласына оны атып түсіруді бұйырды. Жұқтырған жер бауырлап, жайлап жақындай бастады. Жолға шықпай тұрып, Спайк ойында жұқтырғандарды сан рет өлтірген. Бірақ шіріп кеткен дене жақындаған сайын, қолындағы садақ дірілдей берді. Әкесінің сабырлы дауысы Спайкты тыныштандырды. Ол терең демалып, алға шығып, садағын нысанаға тіреді. Жұқтырған жердегі құрттарды жұлмалап жеп отырды. Алайда олар байқамай тұрған кезде, тағы бір жұқтырған арттарынан жорғалап келе жатты. Жебе ұшып, орман тыныштығын айқай жарып жіберді. Қысқа арпалыстан кейін алғашқы жұқтырған жерге сылқ етіп құлады. Осыны көрген екіншісі оларға ұмтылды. Джейми садағын бір қимылда шіреп тартып, қауіптің бетін қайтарды. Осы кезде ол жақын маңнан кішкентай жұқтырғанды байқап қалды. Әдетпен садағын көтергенімен, әлсіз сұлбасына қарап қаруын түсірді. Әкесі ұлын мақтап, екеуі гері қайтуға дайындалды. Орманнан шыққан сәтте жер қатты сілкінді. Алдарынан киіктер үйірі жосып өтті, алтын толқын іспетті. Бұл жабайы көрініске Спайк демін ішіне тартып таңғалды. Адамдар жоқ әлемде табиғат еркіндікке шығып, емін-еркін қыдырып жүрген еді. Жолдарын өзгертіп, ағаш үйшікті тауып алды. Джейми баласына садағын көтеріп, сақ болуды сыбырлап айтты. Үйдің әр бұрышын мұқият тексеріп, көлеңкеде жұқтырған жоқ екеніне көз жеткізген соң ғана босаңсыды. Дәл осы кезде Спайк еденде жатқан шаң басқан фрисбиге қадалып тұрған еді. Кенеттен бір қарлығыңқы дыбыс естілді. Джейми садағын көтеріп, дыбыс шыққан жаққа абайлап жақындады. Көлеңкеде бір қарға төбеден салбырап тұрған жұқтырғанның денесін шоқып отырды. Спайк қанға боялған көрініске қарай алмады. Бірақ Джейми оны қарауға мәжбүрледі. Бұл болашаққа қажет сабақ болатын. Кенеттен жұқтырғанның дірілдеп қалғаны Спайкты шошытып, ол шалқая құлап түсті. Жұқтырған біраздан соң тынышталып, Джейми жақындады. Сынған терезеден түскен жарықта оның арқасына ойып жазылған таңбаларды көрді. Бұл адамның жазаланғаны әдейі осында ілініп, басқа жұқтырғандарды тарту үшін жасалғаны анық еді. Құрлықта аман адамдар азайып кеткендіктен, мұндай қатыгездік жиі кездесетін. Джейми орнынан тұрып, ұлына бұл бейшараны азаптан құтқаруды ишаралады. Алайда Спайк садағын керіп тұрса да, жебені жібере алмады. Жұқтырған болса да, ол оған қол көтере алмады. Дәл сол сәтте арқан үзілген жұқтырған төбеден құлап түсті. Ұлына тап бергенде, Джейми дереу оғын атып жіберді. Абыр-сабырда Спайк та жебесін жіберіп, оның басынан бір ақ ұрды. Денесі жерге құлаған кезде, Спайктың жүрегін ауыр кінә басып кетті. Неге адамдар апокалипсистің өзінде де бір-бірмен тату өмір сүре алмайды деп түсінбеді. Алда келе жатқан Джейми кенет тоқтап қалды. Ол шөп арасындағы жыландай ирелеңдеген қан ізін байқап қалды. Көзін айнала жүгіртіп, ол жаның ізіне қарады. Екеуі сирек ет алып қайтамыз деп үміттенген еді. Бірақ ізді қуып жеткенде, тек сүйегі мүжілген киіктің қаңқасын ғана тапты. Шіріген иіс Спайктың жүрегін айнытып, оны құстырып жіберердей болды. Ал Джейми оған бұл иіске үйрену керектігін қатаң айтты. Спайк жоғары қарағанда, ағашқа ілінген киіктің басын көрді. Омыртқасынан жұлынып, аппақ сүйектері күн сәулесінде суық жалтылдап тұрды. Мұны көрген Джейми қорамсақтан жебесін суырып алып, айналаны шолып, жұқтырғандардың қозғалысын аңди бастады. Спайк сұрақ қойып үлгермей жатып, әкесі оны тартып алып, қанға толы жерден тезірек кетірді. Алдарында жазықтың етегінен теңізге апаратын жол көрінген еді. Кенеттен жалғыз жұқтырған қарсы алдарынан шықты. Оның артынан бөгеттен аққан судай, мыңдаған жұқтырған жерді толтырып, жолдарын бітеп тастады. Алдыңғы қатарда мутант жұқтырған Альфа келе жатты. Оның алып сұлбасы күн сәулесінде қорқынышты көлеңке түсіріп тұрды. Қауіпті сезген Джейми ұлын орманға қарай сүйреп әкетті. Альфа айғайлап жібергенде, жұқтырғандар барлық жақтан ағылып келе бастады. Екеуі тасты, мүк басқан баспалдақтармен жанталаса жүгірді. Ал арттарынан аңдарша ысқырынып, ұлыған құбыжықтар қуа түсті. Жолдарын кесіп өткен жұқтырғандарды көргенде, Джейми тоқтап, деміңді теңде дайын бол, деп айқайлады. Өзі садағын тартып, жақындап қалған құбыжықтарға кезеді. Қорқыныштан Спайк шыдамай, жебені ерте жіберіп қойды. Жақындап қалған біреуін Джейми көздеп атып түсірді. Жұқтырғандар толқыны тоқтамай келе берді. Джейми жүгір, деп ұлына айқайлап,
өзі атқылай шегіне бастады. Әкесінің қиналып жатқанын көрген Спайк үрейін жеңіп оқ атты. Бірақ жебесі тек біреуінің аяғына ғана тиді. Джейми басынан немесе жүрегінен ат, деп айғайлап, өзі біреуін дәл көздеп құлатты. Екеуі әрең дегенде орман ішіндегі ескі үйшікке қайта кірді. Арттарынан жеткен біреуін Джейми тағы да басынан атып құлатты. Ол Спайкты шатырға шығарып үлгергенде, тағы бір жұқтырған ұмтылып келді. Оны да атып үлгергенмен, Спайк аяғын тайдырып, төмен құлап кетті. Джейми дер кезінде ұстап, ұлын қайта тартып шығарды. Үйшікке толып кеткен жұқтырғандар олардың жасырынғанын байқамай қалған соң, Джейми аздап тыныстап, шатырға құлап түсті. Сынған шатырдан олар күн батардағы Альфаның алып сұлбасын көрді. Джейми қорамсағы бос қалғанын байқап, тірі қалу үшін енді айлаға ғана сену керектігін түсінді. Спайк өзінің қорқақтық жасағаны үшін кешірім сұрады. Бірақ Джейми оны кінәламады. Мұндай қауіпті алғашқы аңшылықта кезіктіру кімнің болса да жүрегін шайқалтатын еді. Су көтеріліп, қауымға апарар жол су астында қалғанын көргенде, олардың түні далада өтетіні белгілі болды. Осы сәтте Спайк алыстан әлсіз от жарығын байқады. Джейми ол жерге бұрын бармағанын айтып, сақтықпен үндемей қалды. Әкесінің айтқысы келмей тұрғанын сезген Спайк жатып, ұйықтап кетті. Бірақ оны әкесінің шұғыл айғайы оятты. Қабырғалар қирап, кірпіштер құлап жатқан үйшік құлағалы тұр еді. Екеуі есікке қарай жүгіріп, құлау алдында сыртқа шығып үлгерді. Джейми ұлының иығынан ұстап, Альфамен кездессең, сабыр сақта, тура қауым қақпасына қарай қаш, деп қатаң айтты. Қалың тұман, дымқыл суық орман оларды орай алды. Жағалауға жеткенде, жұқтырған жоқ екеніне көз жеткізіп, аяқ киімдерін шешіп, судағы соқпақпен жүгіре жөнелді. Қауымның қақпасы көрінгенде, төбеден Альфаның айғайы естіліп, қара қарғалар аспанға үркіп ұшты. Арттарына бұрылғанда, Альфа қаратау секілді. Толқындарды бұзып оларға қарай ұмтылып келе жатты. Екеуі бар күштерін салып жүгірді. Егер Альфа ұстап алса, бастарын жұлып алып, ағаш бұтақтарына іліп қоятынын жақсы білді. Таңғы қараңғылықта Спайктың жүрегін үрей қысып, аяғы тайып құлап түсті. Джейми дереу оны тартып алып, қайта жүгіртті. Арттарынан Альфаның қырылдаған демі естілгенде, Джейми күзет мұнарасына айғайлап, қақпаны ашуды талап етті. Дабыл ысқырығын естіген қарауыл мұнараға жүгіріп шығып, қараңғыда қақпаға қарай жүгіріп келе жатқан үш бейнені көрді. Тетікті бұрап қалғанда, түнді жарып сәуле түсті. Жағаны жарыққа малып, теңізден көтеріліп келе жатқан Альфаның алып денесін әшкереледі. Дженни бұйрық берді. Ондаған жебе зуылдап ұшып, Альфаның кеудесіне қадалды. Жойқын айғай шығып, құбыжық суға тізерлей құлады. Бірақ келесі сәтте қайта көтеріліп, денесіне қадалған жебелерді елемей, қып-қызыл көздерін олжасына қадады. Мұны көрген Джейми ұлын жетектеп, жанталаса жүгірді. Жебелердің еш әсер етпейтінін түсінген еді. Сол сәтте Дженни алып найзаны тұтатты. Альфа Джейми мен Спайкқа тап бергенде, жалындаған найза көктен ұшып келіп, оның кеудесін түйреді. Алып дене теңізге құлап, лайлы суды аспанға шашып жіберді. Джейми ұлының қолынан тартып, қақпаға жетіп теуіп, Дженниден ашуды талап етті. Олардан вирус белгісі табылмаған соң, ауыр ағаш қақпа сықырлап ашылып, екеуі қауым ішіне еніп, қауіпсіз аймаққа өтті. Қауым олардың аман келуін той қылып қарсы алды. Мерекеде Джейми ұлын сабырлы қағарман етіп суреттеп, аңшылықтарын әңгімеледі. Ал Спайк болса өзінің қорқақтығын жақсы біліп, әкесінің бәрін жасырып отырғанына аң-таң болды. Сол түні жалғыз жүрген ол күтпеген көрініске куә болды. Бәріне үлгі болып жүрген әкесі, қауымдағы басқа әйелмен құшақтасып тұр еді. Сол сәтте Спайктың жүрегін әлсіздікпен күйзеліс басып, дүние танымы қирап түсті. Қорқып кеткен ол үйге жүгіріп барып, қауым мүшесі Семге болғанның бәрін айтты. Спайк сөз арасында таудағы отты айтқанда, Сем оның ескі досы, дәрігер Келсон болуы мүмкін екенін айтты. Келсон вирус шықпай тұрып олардың отбасылық дәрігері болған. Бірақ кейін байланыс үзілген еді. Келесі таңертең Спайк әкесінен Келсонды білесіз бе деп сұрады. Джейми оны дәрігер емес, ақымақ деп кесіп айтты. Бірде азық-түлік іздеуге шыққанда, Келсонның жүздеген мәйітті қатарға тізіп, жанында от жаққанын көргенін айтты. Олар не істеп жатқанын түсінбеген. Келсон тіпті қол бұлғап, бірге келіңдер деген екен. Содан бері ешкім ол жерге аяқ баспаған. Бірақ Спайк бұл сөздерге сенбеді. Оның ойынша, Келсон анасын емдеудің жалғыз мүмкіндігі еді. Әкесі дәрігердің барын әдейі жасырған. Әкесінің опасыздығын айтқанында, Джейми оны шапалақпен тартып жіберді. Бұл соққы Спайктың ішінде әлдеқашан өртеніп тұрған анаға деген алаңдаушылықты тіпті күшейтті. Әкесінің қылығы оның соңғы күдігін де жойып, өзіне сенімділікті оятты. Ол қауым ақымақ атаған дәрігерді табуға бел буды. Оның ойынша, аралда сирек кездесетін дәрігер мамандығы құтқарушыдай құдіретті күш еді. Анасының соңғы үміті. Спайк қақпа күзетін алдау үшін қамбаны өртеп,
анасын ертіп құрлыққа баратын соқпақпен кетті. Олар артынша жалған утопиямен қоштасып, жаңа әлемнің бос даласына аяқ басты. Шексіз көкжиекке көз тіккенде, Исла кенеттен мазасызданып, қайта оралғысы келді. Спайк оны құшақтап кері қайтпайтынын, олардың алтын тордан қашқанын сыбырлады. Қорқыныш пен жалқаулыққа берілген адамдар өмірдің шынайы мәнін әлдеқашан жоғалтқанын айтты. Ұлының сөзін тыңдаған анасы ақырын тынышталып, онымен бірге бос даланы қақ жарып жүре берді. Түн түскенде екеуі ескі қираған шіркеуге тығылды. Спайк есік түбінде күзетемін дегенмен шаршағаннан қалғып кетті. Ұйқылы күйінде бір жоқтырған сүйретіліп келіп, оның бәтеңкесінің бауын тістеп кеміре бастады. Оның құрт емес екенін түсінген жоқтырған Спайкқа жақындай берді. Қауіпті сәтте біреу келіп, жоқтырғанның басына қап кигізіп жіберді. Таңертең оянған Спайк жанында жатқан жоқтырғанның өлі денесін көрді. Анасына бұрылып сұрақ қойғанда, Исла оған тек бейтарап көзқараспен қарады. Кеше ғана ұлын құтқару үшін барын салғанын Исла өзі ұмытқандай еді. Ал сол уақытта бірнеше сарбаз өндіріс ғимаратында сүрініп жығылып қашып бара жатты. Олардың соңынан шексіз жоқтырғандар қуып келе жатқан. Біреуі артына бұрылып, дүркін-дүркін оқ жаудырды. Кенеттен жоғарыдан бір жоқтырған түсіп, оны жерге қағып қалды. Ол екі сарбазды тістеп алған соң, бірден қайта тұрып, өзгелерді қуа жөнелді. Жолдастарын жоқтырғанын көрген әскерлер амалсыз оларды атып түсіруге мәжбүр болды. Шегінуге дайындала бергенде, тағы біреуі жоқтырғанның қолына түсті. Қалған үшеуі ауыр темір есікті тарс жауып, жарық шамдарын қосып, қараңғы өткелде шығатын жол іздеді. Қараңғылықта тек жүректерінің дүрсілі естіліп тұрды. Кенет арт жағынан дыбыс шықты. Бәрі жалт бұрылды, ештеңе жоқ. Келесі сәтте көлеңкеден мутант жоқтырған Альфа лап қойып, бір сарбазды ұстап алып, омыртқасын суырып алды. Екінші сарбаз оқтап үлгермей жатып, Альфа оның мойнын үзіп жіберді. Тек соңғы арнайы жасақ сарбазы ғана темір есікті қайта ашып, әрең дегенде аман қалды. Егістіктен өте жүріп, Исла Джейми мен өткен өмірін есіне алды. Бірақ барлығы енді желге ұшқан тозаңдай еді. Осы кезде Спайк артынан жасырын жылжып келе жатқан бір жоқтырғанды байқап қалды. Ол жайлап садағын көтеріп, дәл жүрегінен атты. Қаны шашырап, Исладың маңдайына тиді. Спайк дереу оны сүртіп тастауға асықты. Қан көзге түсіп кетіп, анасын жоқтырып қояма деп қорықты. Жаралы жоқтырғанның жан қиналған айғайы бірден үлкен үйерді тартып әкелді. Спайк анасының қолын қыса ұстап, екеуі егістік жиегімен жанталаса жүгірді. Топырақ аяқтарының астынан ұша берді. Бұрылып, ол садақпен тағы біреуін атып құлатты. Жол бойындағы дүкенге ұмтылғанда, есігі мықтап дәнекерленіп қалғандай ашылмады. Қанша шайқаса да қозғалар емес. Жоқтырғандар жетіп қалған сәтте, күзгіш құлып сықыр етіп ашылып кетті. Екеуі ішке қарай құлап түсті. Асы бензин иісі танауды жарып өтті. Жоқтырғандар ішкенгенде масайып кеткендей болды. Спайк үстелдерді құлатып, орындықтармен тосқауыл жасады. Өрт сөндіргішпен алдыға ұмтылған біреуін ұрып құлатты. Бірақ ішке кірген жоқтырғандар толастамады. Спайк әлсірей бастады. Анасының жөтелі күшейіп, қалың бензин буы тынысын қысып жатты. Жоқтырғандар оларды бұрышқа қысып тастаған кезде, кенет төбедегі люк ашылды. Тірі қалған сарбаз жоғарыдан оқ жаудырды. Жан түршігерлік атыс бензин буын тұтатып, дүкенді әп-сәтте алып от жарды. Спайк пен анасы стел астында жасырынған күйі жарылыстан әрең аман қалды. Аптап ыстық толқыны шаштарын шарпыды. Құлақтарын жарылыстың гүрілімен жанған жоқтырғандардың сықыры толтырды. Улы газды көп жұтып қойған Айла жерге бүктетіліп, басын ұстап отырды. Олардың аралдан қашып шыққанын естіген Эрик жанына жақпағанымен апокалипсисте тірі қалғандарды сирек кездестіретінін түсінді. Ол Айланы арқасына салып, екеуімен бірге жүруге шешім қабылдады. Жол үстінде Эрик неге мұнда жүргенін, Британиядан тыс әлемде не болып жатқанын айтып берді. Алыстағы егістікте аялдап демалған сәтте, күн сәулесі Айланың жүзіне түсті. Ол біртіндеп сергіді. Бірақ жалғыз алға шығып кеткенде, ол кенет айғай естіді. Дыбысқа еріп барған ол ескі пойызды көрді. Және жүкті жоқтырған әйелге көзі түсті. Эриктің тірі қалу түйсігі бірден дабыл қақты. Жоқтырған ана қауіпті еді. Ол шегіне бергенде, кенет төбесіне қарай тартып әкетті. Оның үстіне тап берген құбыжық мутант Альфа еді. Мұны көрген Спайк анасынан қашуды айғайлап сұрады. Альфаның қып-қызыл көздері Спайкқа қадалды. Ол тұра ұмтылғанда,
Спайк садағымен дәл жүрек тұсына атты. Анасы нәрестені құшақтап, вагондар арасымен қашып өтті. Қорқыныштан артына қарауға дәті жетпеді. Тобын шабуылдағанын көрген Альфа есікті қиратып, Спайк пен Айлаға қарай жанталаса жетті. Спайк садағын қайта көтергенімен ештеңе оны тоқтата алмады. Альфаның айбынды айқайы Айланы қалшылдатып жіберді. Спайк жан ұшыра анасын қорған аймағына қашуға шақырды. Ол жебе атамын деп сүрініп құлады. Альфа тап бермек болған сәтте, алыстан пайда болған доктор Келсон арнайы жебемен оны сірестіріп тастады. Альфаның қозғалыссыз қалғанына көзі жеткен Келсон Эриктің басын оның қолынан суырып алды. Мұның бәрін көрген Айла ақыры жеңіл тыныс алды. Доктор Келсонның мекеніне жеткенде, Спайк шындықты толық түсінді. Бәрі қате ойлап келген екен. Бұл апокалипсистік қаңыраған әлемде доктор Келсон есін жоғалтпаған санаулы адамдардың бірі еді. Мутант вирус әлемді қырып өткеніне 28 жыл өткенде, ол жұқтырғандарды жолатпайтын жерді тапты. Йодтың вирустың таралуын тежейтінін анықтады. Жұқтырғандарды иықтататын жебелер ойлап тапты. Көне мумияларды өңдеу саласындағы кәсіби білігін қолдана отырып, маңайдағы қайтыс болған адамдардың сүйектерін жинап, әдемі ескерткіш мұнаралар тұрғызды. Ол әрі өлілерді құрметтеді, әрі қайтадан тірілуіне жол бермеді. Спайк бастан кешкендерін оған әңгімелеп берді. Айланы тексергеннен кейін доктор Келсон ауыр үнмен оның омырау обырына шалдыққанын жариялады. Жиі есінен тануы ісіктің миға жайылғаннан еді. Айла шын мәнінде өзінің өлімге бет алғанын баяғыдан білген. Ұлын құтқаруға тырысып ақылынан айырылғанын көріп, ол қадам басып барып, қатты құшақтады. Бұл дерттен қашып құтыла алмайтынын түсінді. Барлық қиналысына қарамастан, өте ауыр шешім қабылдады. Келсон бір кезде, өлудің түрлі жолы бар. Азаппен өлуге де болады, сүйіспеншілікпен өлуге де болады деген. Ол ұлын иықтатып тастау үшін жебе атуын өтінді. Айла ұлының құлағына сыбырлап, бәрі адам өледі деді. Соңғы рет артына мұңлы көз тастап, Келсонмен бірге қараңғылыққа бет алды. Бәлкім, оның берілуі Спайкқа берген ең ұлы сыйы шығар. Келсон Спайктың алдына Айланың бас сүйегін қойып, анаңа ең лайық жерді сен таңда деді. Спайк мұнараға өрмелеп шығып, анасының сүйегін ең биік жерге қойды. Астында күн батудың қызыл шоғы далаға төгіліп жатты. Алыстағы қирандылар қараңғы түскен көкжиекте әрең көрінді. Бұл оның анасына соңғы қоштасуы болса керек. Келсон Спайкты жер астындағы өткелге алып кірді. Жоғарыда Альфаның ашулы ырылдары жаңғырып, металл есікті сарсылта шайқады, бірақ бұзалмады. Олар енді кетіп қалды ау дегенде, үстіңгі тақтайша қақ айырылып, Альфа Келсонды ұстап сүйреп шығаруға тырысты. Оны көрген Спайк дорбасынан жебе суырып алып, Альфаның қолына қадады. Келсонмен қоштасқан соң, Спайк кері қайтты. Толқын көтерілмей тұрып қауымдастыққа жетті де, нәрестені қақпа алдына қалдырып, анасының атымен жазылған хат қоса қойды. Жаңа туған нәресте эвтаназия жасалған анасының бейнесі іспетті еді. Осы сәтте Спайктың ішінде өлім мен жаңа өмір тоғысты. Анасының болмысы енді басқа түрде жалғасып жатқандай көрінді. Джейми нәрестені және әйелінің хатын көрді. Сол мезетте ішкі жан дүниесі қирап, есі шығып қақпадан атып шықты. Өмір бойы енжар, үмітсіз жүрген әке, әйелі мен ұлынан айырылған соң, алғаш рет бір нәрсені шынымен қууға тырысты. Жалғыз келе жатқан Спайк алыстан бір жұқтырғанды байқап, дереу садағын тартып атып құлатты. Сөмкесін көтеріп, тас жолмен қаша жөнелді. Бірақ алдағы жолды тас құлап бітеп қалған еді. Жұқтырғандар көбейе бергенде, ең шешуші сәтте Джимми мен оның тобы келіп, Спайкты құтқарып алды. Осылайша Спайк Джиммидің тобына қосылып, өмірінің жаңа тарауын бастады.